Сәлеметсіздер ме оқушылар, информатика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәліметтерді енгізу мен шығаруды ұйымдастыру, жобалық жұмыс. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: Python тілінде сызықтық алгоритмді жазу, бағалау критерийі, мәліметтерді енгізу мен шығару операторларын қолданып программа құра алады. Миға шабуыл жұмысын жасап көрейік. Жауаптарды сәйкестендіріңдер. Перне тақтадан деректерді енгізу үшін кірістірілген функция. Қайсы болады? Жарайсың. Деректерді енгізу үшін input. Мәліметті экранға шығару үшін кірістірілген функция. Жарайсың. Print. Тексеріп көрейік. Жарайсың. Мәліметтерді енгізу мен шығаруды ұйымдастыру жобалық жұмысының бірінші тапсырмасы. Дескрипторлар: сыныптастардың жинаған алмасының мөлшерін табыңдар, программа құрып есептеңдер. Есептің берілгені: 5 және 6 сынып оқушылары саябаққа алма жинауға барды. 5 сынып оқушылары n килограмм алма жинады, ал 6 сынып оқушылары олардан s килограмм алма кем жинады. 2 сыныптың жинаған алмасы қанша килограмм болды? Яғни A тең n килограммға, B тең n-s килограмм алмаға. Бізге табу керек m. Шешімі: m тең a қосылған b. Яғни алгоритм бойынша n және s-ті енгіземіз, m-ді есептейміз және m-ді шығарамыз. Соңғы жұмыс барысында Python бағдарламасын іске қосамыз, тапсырманың программасын құрамыз, қажетті операторларды қолданамыз, программаны іске қосып, қате болса түзетеміз. Онлайн Python бағдарламасын іске қосамыз, керекті n және s сандарын енгіземіз. Бізде n тең болады. Оның типі жазылады int. Жақша ішінде input функциясы арқылы керек санды енгіземіз. Тырнақшаның ішіне бірінші санды жазамыз. Келесі бізде s саны, бұл өсе екінші сан болады. Енді бізде a-мыз тең n-ге жазамыз. Және де b айнымалысымыз тең болады n алынған s-қа. Яғни a алынған s-қа тең болады. b айнымалымыз a алынған s-қа тең болады. Ары қарай бізге шығару керек, яғни m-ді есептейміз. Жалпы n дегеніміз a қосылған b болады. Print функциясы арқылы нәтижені шығарамыз. Print m. Run батырмасын іске басамыз. Бірінші сан. Бірінші санды мысалға 5. Екінші сан бізде 6 болсын. 4. Мысалға 5 саны. 5 саны, яғни a-мыз тең 5-ке, b-мыз тең 5 алынған 6-ға. Бізде -1 болады. -1-ге 4-ті қосатын болсаң, 5-ті қосатын болсақ, онда 4 шығады. Жауап дұрыс. Тағы да бір тексеріп көрейік. Бірінші санға 6 дейік, екінші санға 4 дейік. Жауап 8 болады. Яғни 6-тан 4 аласыз 2, 6-ға 2-ні қоссаңыз 8 болады. Екінші тапсырма. Информатика кабинетінің периметрі мен ауданын табыңдар. Яғни бізде ұзындық a, ал ені b. Келесі есеп
яғни бізге информатика кабинетінің ауданын табу керек. Аудан дегеніміз ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Ұзындығы мен енін енгізу үшін input функциясы арқылы а айнымалысын, яғни ұзындығын енгіземіз, б айнымалысы, яғни енін енгіземіз. Есептейміз s-тен а көбейтілген б. Print s. Енді ран батырмасымен шығарып көрейік. Ұзындығы 5. Ені 5. Ауданы 25-ке тең болады. Тапсырма. Пайдаланушыдан атын, жасын, телефон нөмірін сұрайтын программа жаз. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.